Jiraiya. Нарутоның жай ғана ұстазы болған жоқ. Ол Нарутоға дейін де талай шәкірт тәрбиелеген. Бірақ сол шәкірттерінің бірі кейін оның өмірін қиды. Бір кездері Jiraiya соғыстың арасында қалған 3 баланы кездестірді. Нагато, Яхико және Конан. Ол оларға нинджутсуды үйретіп әлемді өзгертуге болатынын сендірді. Бірақ уақыт өте, Яхико қайтыс болды. Нагато Пейнге айналды. Ал Конан Пейннің жанында қалды. Жылдар өткен соң Jiraiya Пейннің кім екенін анықтау үшін Жаңбыр ауылына барды. Сол жерде өзінің бұрынғы шәкірттерімен қайта кездесті. Бірақ бұл жолы олар ұстаз бен шәкірт болып емес, жау болып кездесті. Jiraiya Пейнмен шайқасты және өз шәкіртінің қолынан қаза тапты. Бірақ өлер алдында Jiraiya бір нәрсені түсінді. Ол Нагатоны құтқара алмаған болуы мүмкін, бірақ өзінің соңғы үміті әлі бар еді. Ол Нарутоға сенді. Сондықтан соңғы сәтінде өзінің еркін Нарутоға қалдырды. Jiraiyaның оқиғасы сол жерде аяқталды. Бірақ оның арманы аяқталған жоқ. Өйткені оның шәкірті Наруто ұстазының сенімін жалғастырды. Мүмкін Jiraiyaның ең үлкен жеңісі Пейнді жеңу емес шығар. Оның ең үлкен жеңісі өзінен кейін оның жолын жалғастыратын адам қалдыруы еді. Наруто. Егер Наруто анимесін қазақша көргіңіз келсе, Телеграмнан Чотам аниме деп іздеңіздер. Нарутоны қазақша сол жерден көре аласыздар.